Жақында бір Санжар Керімбай ағамыздың бір қиссасын тыңдап қалдым ютубтан. Сонда мынау Нұх пайғамбардың жаңағы кезеңінде мынау сүлікпен ара пайда болған екен. Басына құрт болған екен. Нұх пайғамбар күнде тілін калимаға келтіріп зікір айтады екен. Ла илаха иллаллах деп. Сол кезде тілінде және жүрегінде болған құрттар кейін жазылған кезде анау Алланың әмірімен ана құрттар не дейді өзі, сол зікірдің несі болса керек, күші болса керек, біреуін араға, біреуі сүлікке айналып, және бұлар мыңда бір ауруға ем болатын жаңағы жәндікке айналды, енді сендердің пайдаларыңа жарайды деген екен. Осы араның жаңағы емдеу Құранда жазылғаннан кейін осы іс бойынша, осы апитерапия дейді ғой, арамен емдеу бойынша 2009 жылдан бері зерттеп, жіліктеп, былайша айтқанда бүткіл пашақ-пашағын шығарып тұрып зерттеп, емдеп жүрген Әмір ата осы кісі Табулинде, Сарыағаш ауданы Дербісек ауылында тұрады. Осында келген адамдарды 2009 жылдан бері емдеп келе жатыр. Енді Әмір ата былтырғыдай бір видео түсіріп жүрсек, қазір алып, араның жаңағы осы уы арқылы қосылмай тұрған нервтарды қосады, сондай бүткіл көптеген ауруларға ем. Енді мысалы отзывтар да жетеді.